Өзі оңай әрі өте дәмді тағамның рецептімен бөлісемін. Жұмыстан келе салып, тура пешке сала салатын тамақ екен. Тауық етіне тұз сеуіп, дәмдеуіштерді салып, араластырып 15 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін салатқа арналған осындай творожный сыр, черри помидорын, жаңағы дайындаған тауық етін салып, үстінен май құямыз. Қалауыңызша сарымсақ пен кепкен тамаққа арналған шөптерді қоссаңыз болады. Енді осыны қызып тұрған пешке 170 градуста 50-60 минут арасында пісіріп аласыздар. Жалпы помидордың қышқыл дәмі болатындықтан алдымен помидорға 1-2 шай қасық қант салып араластырып алыңыздар. Бұл рецепті тек қана сақтап алмай, мен секілді осылай эксперимент жасаудан қорықпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалатын тағамдардың бірі. Видео рецепті ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.